Сұрақ: бейілділік туралы түсіндіріп бересіз бе? Нақты мысалдармен айтсаңыз. Жауап: бұл сұраққа жауап беру үшін кішіпейілділіктің жарқын үлгісін паш еткен атақты ғұламалар өмірінен бір мысал келтіргенім жөн шығар. Бір күні әйгілі шейх Ахмед Руфаи шәкірттеріне: жараңдар. Сіздердің алдарыңызда егер менің жасаған қате кемшілігім мен айыбым болса, қысылмай айтыңыздар. Қатемді түзетейін дейді. Өздері әулиедей санайтын ұлағатты ұстазының қарапайымдылығына шәкірттері таңырқап: о не дегеніңіз, ұстаз? Сізден ешбір өрескелдік байқаған емеспіз деп бәрі ұлардай шулайды. Дәл осы сәтте батылдау шәкіртінің бірі: шейх Ахмед, мен сіздің зор айыбыңызды білемін дейді. Сабақтастарының бәрі ішінен: бұл не бүлдіргелі тұр? деп оған оқты көзімен ата қарайды. Шейх Ахмед Руфаи: айта ғой, тыңдап тұрмын дегенде әлгі шәкірт көзіне жас алып тұрып: біз секілді күнәсі көп пенделердің сіз секілді ұлық адамға шәкірт болуы зор айып, дейді. Бұл жауапты естіген сондағы дүйім жұрттың бәрі: шейх Ахмед, расында да біз сізге лайықты шәкірт бола алмадық деп ағыл-тегіл жылайды. Шәкірттерінің өзіне деген шынайы зор құрметін көріп, қатты қысылған шейх Ахмед: мен сіздердің қарапайым қызметшілеріңізбін. Осы отырған баршаңыздан да менің деңгейім төмен, деп шәкірттеріне тағзым етіп басын иеді. Авторы: Мұхан Исахан.